Алыстағы Америка мен күнбатпас империя Англия алаңдап дабыл қағып жатқанда 18 миллион жан саны бар. Жер бетінде 9-шы үлкен территориясы ұлан-ғайыр даласы бар. Кеше ғана тәуелсіз ел болған менің ағеділ аңқау қазағым, аузын ашса жүрегі көрінетін, қулықты білмейтін, тактикадан алыс жатқан қазағым. Сенің халың не болмақ? Асанқайғы бабамыз жерұйықты іздеп желмаясын желдіртіп отырған кезде бізге жер бетінен жерұйықты таппаған көрінеді. Шығысымызда миллиард құжынаған құрттай, құмырсқадай халық, батысымызда терістігімізде азуын айға білеген аю. Қазақ, сенің қалың не болмақ? Күні түні ойын күлкі, той, думан. Тойдан басқа ойларың жоқ. Бүкіл әлеуметтік желіңде әнші мен күйшіден басқа тақырыбың жоқ. Бұғатталып жатқан миллиардтаған долларға бір қазақтың жаны ашымайды. Аузынан жаңылып бір әнші бір дөрекілік танытып қойса, соған бүкіл әлеуметтік желі оны халық жауынан артық қуырып пісіріп алады. Себебі халықтың санасы содан өзгеге жетпей тұр. Халық сол әнші мен күйшіден басқа тақырыпқа миы жетпей тұр. Халықты сөйтіп зомбилап тастаған Совет одағы кезінде. Аңырап ән салғаннан басқа адам емес. Ал экономиканы кім қадағалайды, саясатты кім қадағалайды, ақпаратты кім қадағалайды? Батыстық ақпарат құралдарында жазылып жатқан осындай үлкен дүниелерді бізге кім аударып жеткізіп отырады? Біз әлі русский мирдің сасығын, русский мирдің осырығын француздың әтірінен арман жұпар сезініп жүрсек. Енді соңғы кезде қаптаған Конфуций институттары, Қытай тілін үйрететін университеттер қаптады. Біз иыққа мінген бір ағадан құтылып, енді екінші бір ағаны иыққа мінгізгелі отырған жоқпыз ба? Арыстаннан құтылып жолбарысқа жем болғалы отырған жоқпыз ба? Ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздік қолымызға енді келіп жеткенде бізді ғасырлар бой қырып келген, қынадай қырып келген, тоқтаусыз қырып келген, миллиондап қырып келген бір алпауыттан құтылғанда екінші бір шайнамай жұтатын аждаһардың аузына түсіп кеткенімізді білмей қалмаймыз ба? Қазағым, қайда барасың? Қайда тұрасың? Діннің анау сан сектаға бөлінген. Аталмыш дін қайраткерлерің анау бірін-бірі секта деп бірін-бірі жамандап отырған. Анау аталмыш ғалымдарың анау байпаққа масих тартама деп 15 жыл бойы дауласып, 25 жыл бойы дауласып отырған. Аталмыш діндарларың анау бірін-бірі жау көріп, бірінің ұстанған жолмен екіншісі жүрмесе ата жауындай көретін. Зиялы қайраткерің анау қалтасы жұқа, әр байдың, әр кланның сойылын соғып жүрген. Журналистерің анау тойда тамада болғаннан арыға бара алмай жүрген. Ендеше қазақтың қамын кім жейді? Қара бұқараң анау тойдан басқаға ақылы да ойы да жетпей жүрген. Жастарымыз анау пара беріп, бес алып, пара беріп, диплом алып, пара беріп қызметке тұратын. Сонда біздің шығар жолымыз қайда? Ұлтты кім құтқарады? Ойланайық. Ойланайық халқым.